Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге көмекші мектеп бағдарламасы бойынша бір қмж жазып көрсеткім келіп отыр. Оның ішінде оқу мен тіл дамыту 2-ші сыныпқа арналған оқулықты таңдап алдым. Тақырыбым 23-ші тақырып мал төлдері. Яғни бұл тақырыпта күнтізбелік жоспардың 23-ші тақырыбы мал төлдері. Оқу бағдарламасы бойынша мақсатын интонация мен бейвербалды қарым-қатынас құралдарын дұрыс пайдалану. Осы тақырыппен оқу бағдарламасына сәйкес мақсатты осында копировать етіп қойдым. Ал бұл тақырып бізді қоршаған әлем бөлімінің ішіндегі тақырып. Енді бүгінгі сабақтан бала не үйренеді? Мал төлдерімен танысатын болады. Сабақтың барысы өздеріңізге белгілі. Сабақтың кезеңі, педагогтың әрекеті, оқушының әрекеті, бағалау және ресурстардан тұрады. Және кезеңдері сабақтың басы, сабақтың ортасы, сабақтың соңы. Ол өздеріңізге айдан анық дүние. Енді сабақтың басында міндетті түрде оқушымен сәлемдесесіз, психологиялық ахуал туғызасыз, оның көңіл күйін сұрайсыз. Міне содан кейін барып бүгінгі сабағыңызды бастайсыз. Бүгінгі сабақта біз мал төлдері деген тақырыппен танысатын боламыз. Өткен сабақта біз үй жануарларымен танысқан болатынбыз. Енді сол үй жануарлардың бүгін төлдерімен танысатын боламыз деп, сол бойынша шығарып алған суреттеріңізді көрсетсеңіз болады. Немесе бір бейнежазба көрсетсеңіз болады. Енді тақырыпты таныстырдық, ол бойынша қысқаша түсіндірме жұмысын жүргіздік. Енді оқушымен тапсырма орындаймыз. Ол тапсырмаларды қайдан аламыз? Жұмыс дәптерінен және оқулықтан аламыз. Жұмыс дәптерінде, яғни жұмыс дәптерін ашып көрсетейін. Жұмыс дәптерінің 29-ші бетінде мал төлдеріне қатысты осындай тапсырма берілген. Мал төлдерін атап айт, мал төлдерін сәйкестендір, төлдердің атын жаз деген тапсырмалар көрсетіліп тұр. Осыны мен өз қмжыма орналастыру үшін қайшының көмегімен қырқып аламын. Мінекей осылай қырқып алып, копировать етіп, өзімнің қмжыма әкеліп орналастырамын. Енді бұл бойынша оқушының іс-әрекеті қандай болады? Сурет бойынша әңгімелейді, сұрақтарға жауап береді, сәйкестендіреді, төлдердің атын жазады. Яғни бұл жұмыс дәптері арқылы жүзеге асады. Ал енді бағалау қалай жүзеге асады? Бағалауда сіз комментарий арқылы сен ақылдысың, керемет, жарайсың деген сөздер арқылы бағалайтын боласыз. Тапсырманы орындатып болған соң, міндетті түрде сергіту сәтін жасайсыз. Ол сергіту сәтін міндетті түрде өзіңіз жасайсыз, содан кейін оқушы қайталайтын болады. Енді бірінші тапсырманы мен оқулықтан алдым. Яғни оқулықта өзі тапсырмада түсініп оқы деп берілген. Сондықтан мен түсініп оқы әдісі бойынша беремін деп, төбесіне түсініп оқы әдісі деп жаздым. Енді оқулық білесіздер, скачать етілмейді, сайтқа кіресіздер, сайттың ішінде бірінші разделге кіресіздер, разделдің ішінде оқулыққа кіресіздер, оқулықтың ішінде өзіңізге қажетті тақырыпты тауып аласыз. Яғни батырмалар арқылы, астында көрсетілген батырмалар арқылы жылжытып, ең алдымен мазмұнын көресіз. Мазмұнның ішінен мал төлдері дегенді тауып алып, сол бетті ашасыз. Мен енді ашып дайындап қойдым, өйткені ұзақ уақыт кетеді оны ашып отыруға. Және қайшының көмегімен тапсырмаңызды қырқып аласыз. Копировать. Келесіз, өз қмжыңызға орналастырасыз. Бірінші және екінші тапсырманы оқулықтан алдым. Міне жанына жазып қойдым, оқулық деп. Сергіту сәтін қайта жасатсаңыз болады. Екінші тапсырманы буындап оқу әдісі деп алдым. Енді бұл оқулықты ашып қарайтын болсақ, тапсырма өте көп. Сондықтан баланың деңгейіне қарай аласыз. Өзіңіздің балаңыз бұл тапсырмаларды қаншалықты меңгере алады.
мысалы бір 45 минутта жаңа біз жұмыс дәптерінен тапсырма орындаттық, одан кейін мынаны оқытамыз, содан кейін буындап оқытамыз. Солай отырғанымызда біздің әжептәуір уақытымыз кетіп қалады. Бұл тапсырмалардың бәрін орындатып үлгермейсіз, сондықтан балаңыздың деңгейіне қарап тапсырманы аласыз. Енді бірінші және екінші тапсырманы оқулықтан алдық, ал ең алғашқы тапсырманы оны дәптерден алған болатынбыз, жұмыс дәптерінен. Ал енді баланы шаршатып алмас үшін, оны бір жалықтырып алмас үшін сіз бір ойындар немесе бір құрастыратын суреттер ұсынсаңыз болады. Мен ондай суреттерді Pinterest деген приложениеден аламын. Яғни ол приложениені өзіңіздің компьютеріңізге жүктеп қойсаңыз болады. Pinterest деп Google-ге жазасыз, сол жақтан установить деп компьютеріңізге орнатып аласыз. Қарапайым қазақша ғана үй жануарлары деп мен іздеуші аймағына жазамын. Осы жерден маған түрлі суреттер тауып береді. Бұл суреттер негізгі шетелдік оқушыларға арналған, себебі көп суреттерге қарасаңыздар бір шетелдік суреттер өйткені қарап отырсаңыз мына жерде шошқаның суреті тұр дегендей ғой. Енді осы жерде қызықты түрлі тапсырмалар бар, осыларды қырқып алып оқушыға ұсынсаңыз болады. Яғни мына суретке келдім, жанынан сохранить картинку как дегенді басып, өзімнің рабочий столыма сақтап алсам болады. Мен енді алдын ала бір суретті тауып жүктеп қойған болатынмын, сохранить етіп, мына құрастыру, пазлдарды құрастыруға арналған сурет. Осыны қырқып алып өзімнің қымыжымда ұсынып тұрмын, көріп отырғандарыңыздай. Яғни бұл баланы бір қызықтырушы, ынталандырушы бір тапсырманың бірі. Суреттерді құрастырады, комментарий айтасыз, кереметсің, мұнда ресурсқа суреттеп жазасыз. Енді сіз бірінші тапсырманы жұмыс дәптері арқылы бердіңіз. Жұмыс дәптеріңіз дайын, оны копировать етіп, скачать етіп, алдын ала переплет жасатып қойғансыз. Сол бойынша бірінші тапсырмадан еш қиындық туындаған жоқ. Енді бізде оқулық скачать етілмейді, оны алдыңғы видеода айтқан болатынмын. Ал енді бірінші, екінші, үшінші тапсырмаларды беру үшін сіз осы тұста копировать етіп, астыңғы бөлігіне апарып, мұнда вставить етіп қоясыз, және де бұны вставить етіп қоясыз да үлкейтесіз. Мына көрсетіп жатырмын. Және суретті де дәл солай осында орналастырып аласыз да, түрлі түсті принтерден шығарып, мынаны оқушыға оқытасыз, бұны буындап оқытасыз, ал мынаны қырқып ұсынасыз. Міндетті түрде балаларға берілген тапсырмалар түрлі түсті болуы керек. Егер видео сізге ұнаған болса, пайдалы болған болса, астына комментарийға жазып өтіңіз, каналға подписать етіңіз, және де өзіңіздің әріптестеріңізбен бөліссеңіз болады. Назарларыңызға рахмет.